Аса қамқор ерекше мейірімді рахымды Алланың есімімен бастаймын. Бүгінгі сұхбатымыздың, дәрісіміздің тақырыбы ықылас жайлы болмақ. Ықылас дегеніміз қазақ тілінде ол шынайылық деген мағынаны білдіреді. Алла тағалаға жасап жатқан құлшылықтар ол шынайы түрде болғанда ғана қабыл болатындығы жайында адамзаттың асыл тәжі пайғамбар алейхиссалам хадисінде былай деген: инналлаха ла яқбалу минал амали илля ма кана лаху ихласан ва ибтуғия бихи ваджхаху. Расул салам айтады, Алла тағалаға жасалынған амалдар тек қана Алланың өзі үшін, Алланың разылығына бөлінетін болғандықтан ғана жасалынған амалдар ғана қабыл болады деп ескертті. Бұл хадистен түсінгеніміз, кез келген құлшылық, кез келген істелінуі тиіс болған жақсы амалдар ол Алланың разылығы үшін болу керек екен. Ол жерде көрсе екен, адамдар айтса екен, мақтаса екен, айтып жүрсе екен деген мәселе қосылатын болса, онда пайғамбар салам екінші бір хадисінде айтады, Алла тағаланың разылығына бөленемін деп, сол амалдың құрамында бір дәннің құрамындай кішкентай бір риягершілік деген көрсе екен, адамдар мақтаса екен деген секілді риягершілік араласатын болса, Алла тағала ол амалды қабыл етпейді деді. Мұсылманның арман мақсаты мынау қысқа жалған өмірде әрбір амалды сол Алланың құзырында қабыл болса екен, ертең мәңгі өмірде ақыретте соның сауабын көрсем екен деген әрбір мұсылманның жүрегінде осы бір ой тұрады. Үлкен амалдар жасалуы мүмкін. Адамдар қанша уақытын салып, қанша ақшасын салып, өмірін салып, амалдар жасап жатыр, қабыл болсын. Бірақ жаңағы Расул ескерткендей, ол риядан толық аманда болу керек, және толыққанды шынайы ол Алла үшін болу керек. Енді осы анықтаманы өзіміздің өмірімізге салыстыратын болсақ, демек өмір тіршілігімізде әрқайсымыз осы шынайылық деген ұстанымды біз өзімізге ту етіп алып жүрміз керек. Кез келген ортада, кез келген адаммен мәміле жасағанымызда, достығымыз болсын, туыстық болсын, немесе біреуге қайырымдылық болсын, кез келген амалда ол жерде Алланың разылығы үшін болу керек, және ол шынайы болу керек. Біреудің мансабына қызығып, біреумен болашақта пайдасы тиіп қалар үшін деген ниетпен болса, ол шынайылық деп айтылмайды. Бәлкім ол жерде Алланың алдында ол амал ешқандай бір пайдасы бермеуі мүмкін дейді ғұламалар. Және бұл оны былай түсіндіреді. Шынайылықтың анықтамасын: бір адам дорбасын ешқандай бір пайдасы жоқ тастарды толтырып алып, базарда жүретін болса, оны көрген адамдар шіркін мына кісінің дорбасында бір алтын, күміс, сондай бір бағалы заттар бар шығар деп ойлайды дейді. Бірақ шын мәнінде ол дорбаның ішінде тастан басқа түк жоқ еді. Ол адамның өзіне де пайда бермейтін нәрсе еді дейді. Міне ертең Алланың алдына барған кезде шынайылықпен жасалынбаған амалдар өзіне де пайда бермейтін, ешқандай бір рахатын көре алмайтын амалға айналып кетеді деп ғұламалар ескертеді. Міне өмірде де Алла субхана ва тағала біздерді осы шынайы болуымызды бұйырады. Және мұсылман адам тек қана бір келбетпен, бір көрініспен ғана жүру керек. Оның екінші антоним жағы бар, ол екі жүзділер деп айтылады. Екі жүзділердің екі жүзі болады. Іші басқа нәрсені ойлап тұрады, сыртқы көрінісі шынайылық емес, басқа көріністе болады деген. Бұл шынайылық деген адамның өмірінде өте маңызды тақырып екендігін ғұламалар дабыл қағып ескерткен. Білім алу тал бесіктен жер бесікке шейін парыз. Бұл сөздің түпнұсқасы негізі хадистен шығады. Сол білім жолында әртүрлі салада шәкірттер білім алады. Соның ішінде өзім салама қатысты бір болған хикаяны айтып берейін. Қазақстан мұсылман діни басқармасының осы тәуелсіздік алғаннан бері ең бірінші Хазірет муфти ол Ратбек қажы Нысанбайұлы.
сол кісінің муфти болып тұрған заманында діни медресені бітірген бір шәкірт Хазіреттен былай деп сұранған: Хазірет, сол менің қызмет ететін жергілікті ортамды пәлен деген өңірде осындай бір өте шетте орналасқан ауыл бар. Сол ауылға бұйрығымды шығарсаңыз, мен діни қызметімді Алла үшін шынайы осы қызметімді сол жақтан бастағым келеді деп ұсыныс айтқан. Бірақ муфти Хазірет көпшілік қалада қалғысы келеді, Алматыда да басқа үлкен шаһарларды сұрайды. Бірақ сенің ауылды осындай барам деп сұрануың бұл басқаларға ғибрат ретінде мен айтып жүремін. Бірақ бұның сыры неде деп сұрайды. Сонда жаңағы шәкірт айтқан жауабы: мен естуімше сол Түленше деген ауылда азаматтар мешіт соққан екен. Ол мешітте жамағат жоқ екен. Намазға, құлшылыққа келетін, соған бір білімді, имамды шақырады екен. Бірақ адамдар бармайды екен. Ауыл тіршілігі қиындау, алыс екен деп көпшілігі бас тартады екен. Мен шынайы түрде Алла үшін сол мешітте қызмет еткім келеді деген сөзін естіп, Хазірет риза болып, батасын беріп, бұйрығына қол қойып, сол азаматты сол жаққа аттандырады. Жаңағы азамат білімді сол ауылға шынайы түрде Алла үшін барып, қызметке кірісе бастайды, мешітпен танысады. Сол мешітті салған азаматтар жаңадан келген жас жігіт, имамды, соны бойында қайраты бар, білімі бар, риза болып сол ауылға келгеніне жаңағы мешітті салып берген жігіттер оған ұсыныс айтыпты: дәл осы мешіттің жанынан сізге үй соғып береміз, жағдайыңыз бәрін жасап береміз, сіз алаңдамай дінге қызмет етіңіз. Біз өзіміз бұндай білім оқи алмадық, бірақ өзіміз білім алмасақ та білім жолындағыларға да сауап екен, қызмет жасайық деп ниет еттік. Үйіңізді соғып береміз, сол үйде емін еркін бала шағаңызбен дінге қызмет етесіз деп осындай ұсыныс айтады. Жаңа жігіт жаңа азаматтарға ықылас ниеттеріне риза болып: ниеттеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Үй соғатын болсаңыздар, ол біріншіде ол мешіттің үйі болып есептелінеді. Ол мешітке тіркелсін, бірақ бір өтінішім бар депті. Айтыңыз, қандай өтінішіңіз десе, сол айтып тұрған үйлеріңізді мешіттің жанынан емес, ауылдың келесі жағынан соғып бере аласыздар ма деп айттым дейді. Жаңа азаматтар: әрине, бірақ ол сізге алыстық қылмай ма? Сіз намазға имам болғаннан кейін келіп кету араңыз ұзақтау емес па десе, жаңа азамат: жоқ, маған керек сол депті. Жаңа жігіттер: жарайды, сіздің сұрағыңыз сол болса, біз әрине оған қарсы келе алмаймыз деп, имамның айтуы бойынша ауылдың келесі жағынан сол айтқан жерінен жер алып үй соғып беріпті. Жаңағы жас имам өзінің дінге қызмет ету өмірін бастайды осылай. Таң атпай ерте үйінен шығып, ауылдың арасынан жүріп отырып, мешітке барып, светтерін жағып, азанын айта бастайды екен күніге. Бірақ келесі күні күн шыққаннан кейін ауылдың адамдары бір отырып, әңгіме дүкен құрған кезде арасында адамдар осыны айтады екен: таң атпай ауылды шулатып жүретін кім өзі? Иттерді шулатып күніге осы таңертең біреу өтеді осы көшеден деп сұрайды екен. Оны көрген білгендер айтады екен: мына жаңадан келген имам осы ауылдың мына жағында тұрады, мешіт мына жақта, сол таң атпай сол мешітке азан айтуға өткен кезде ана жолдың бәрі лай, ботиын киіп алып, иттерді шулатып өтеді сол жас бала деп айтады екен. Сол кезде ішіндегі өте данышпан, өте ақылы, кең адамдар айтады екен: мына жап-жас бала, қараңыздар, қандай даналықпен бізді дінге шақырып жатыр. Яғни бір өзі мешітте азан айтып намаз өтсе, артында жамағат жоқ екен. Енді жап-жас бала ақыретін уайымдап, біз үшін де білім алып, мешітті есігін ашып жатқан кезде біздің үйде ұйықтап жатқанымыз жарамайды.
сол жігіттің жанына барып жамағат болып тұрайық, намазына қатысайық, насихатын тыңдайық деп екі адам қосылыпты, екі адамға тағы үш адам қосылыпты. Сөйтіп арзымайтын уақыттың ішінде жаңағы мешітте жамағат пайда болыпты. Бұл жерден алған ғибратты жаңағы жігіттің бір өрнегі біздерге ол ықыласпен барды. Демек, кез келген мәселеде адам ықыласпен орындайтын болса, Алла субхана ва тағала оған сәттілік береді екен. Сол ықыласының арқасында халықтың махаббатына бөленіп, жаңағы азамат әрі адамдарға имандылық жолын кеңінен таратуға мүмкіншіліктерін жасады дейді. Оның бар сыры басында тұрған өте үлкен мәселе, ол оны шынайылықпен орындағандықтан болды дейді. Яғни оны ықыласпен Алла үшін орындаған кезде Алла субхана ва тағала оған осындай сәттілікті берді деп осындай ұстаз имам ағаларымызды айтып жүреді. Алаш ордасын құрушылардың негізшілерінің бірі, Түркістан автономиясының негізін қалаушылардың бірегейі Әлихан Бөкейханов атамыз былай деген: ұлтқа қызмет ету білімнен емес, ол мінезден, мінезді болыңдар дейді. Ұлт бұл Құрандағы аят. Алла субхана ва тағала адам баласын сол бір еркектен бір әйелден жаратқандығын айтты, және оларды түрлі ұлтқа, ұлысқа бөліп тастағанын айтты. Әрбір ұлттың тілі болады, оның мәдениеті болады. Сол ұлтқа қызмет ету сол ұлттың адамдарының мойнында аманат болады. Бізді Алла субхана тағала қазақ қылып жаратты, біздің ұлтымыз жаратқан Алла, және сол ұлт жанды болу біздерге ол міндет екен. Мынандай сөз бар, мамандардың айтуынша, адам ұлтшыл болмау керек. Ұлтшыл деген ол нацист. Бәлкім ұлтшыл емес, ұлт жанды бол керек дейді. Яғни ұлт жанды деген өзінің ұлтын сүйетін, өзін сүйетін қауымдар. Сол ұлттың басы тілден басталады. Міне осы тілді сөйлеуді бұл Алланың жаратқан бір жаратылысы. Осы тілді Алла тағала бізге осы қазаққа тіл қылып берді. Осы жақын күндерде өкінішке орай желілерде мына бір мәселе тарап жатыр. Үлкен мінберде жүрген шеңді лауазымның аузынан шыққан сөз. Бұл қазақ тілі сол үңгірден шыққан қауымдардың деңгейіне түсіріп, осы тілде сөйлеуді сондай деңгейге түсіріп тастады. Әрине, тарихқа қайтатын болса, сол сақ дәуірінен бастап, бабаларымыз заманынан бастайтын болса, әрине сол заманда үңгір болды, басқа болды. Ондай басқа ұлттарда да әрине әлемдегі мәдениеттің деңгейі сондай еді. Бірақ дәл сол замандағы мәдениетті алып келіп, қазіргі күндімен екеуін ұштастырып айту, бұл мәдениетсіздік деп есептеймін. Осы тілде сөйлеу, осы ұлт, яғни қазақ болғандықтан, Алла бізді қазақ қылып жаратқандықтан біздерге міндет болады. Қазақ айтады: битке ренжіп, тоныңды отқа тастама. Яғни бір адам сөйтіп айтты екен деп, олай қабылдауға ешқайсымыздың хақымыз жоқ. Солай деп айтқан адамдардың деңгейі төмен деп есептеймін. Бірақ дегенмен осы тілімізді сөйлеп жүру біздің міндетіміз. Абай атамыз айтады: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Яғни өз тіліңді құрметте деген мақсат сол тілде сөйлеу керек деген мағына. Енді Әлихан атамыз міне ұлтқа қызмет ету керектігін айтты, және ол қызмет ету білімнен емес дегені білім алмаңда деген сөз емес. Міне 21 ғасырға сай ретінде сол біліммен қаруланып жүру, ол айтпаса да түсінікті мәселе еді. Және сол біліммен ғана шектелмеңдер, біліммен қоса мінезді болыңдар деп оқысы осы мәселені қосып айтты. Мінез дегеніміз не? Мінез дегеніміз бір естілген кезде адамға бір тұрпайы естіледі құлағына. Мінезді бұл жақсы сөз емес секілді көрінеді. Жоқ, мінез деген адам бұны кім қалай қолданады? Егер сол мінезді жақсы ниетпен қолдансаңыз сауап болады. Егер арам пиғылмен қолданса, ол күнә болады. Сол мінездің ішінде бүгінгі тақырыбымызға қатысты жері шынайылық деген мәселе бар. Яғни адам шынайы
көріністе мінезін көрсету керек. Шынайы көріністе осы өмірдің қағидаттарын ұстану керек. Соның ішінде ұлтқа қызмет еткен кезде мінезді болыңдар деп айтты Әлихан атамыз. Оның ішінде жаңа мінездің ішінде шынайы түрде оның бірнеше басқыштарынан өтеміз. Шынайы түрде. Біріншісі тәкаппарлық. Ол жақсы нәрсе. Бірақ бір естілген кезде бұл тәкаппарлықты кім қалай қолданады? Яғни мінездің бойында тәкаппарлық бар. Енді мен сондаймын енді. Менің ұстаным осы. Кесесің ба? Кесіп ал деген сөз. Соны тәкаппарлық дейді. Сол тәкаппарлықты біреудің жетістігін немесе біреудің еңбегін бағаламастан өзінің көке жәкесіне сеніп, өзінің дүниесіне сеніп, тәкаппарланып, оны менсінбейтін болса, ол күнә болады. Дәл осы тәкаппарлықты жаңа тілін қорғауда, жерін қорғауда, батылдықпен мен осындай қазақпын, мен тілім осындай, мәдениетім осындай, кезесін ба, кесіп ал, менің бабаларым осы тілде сөйлеген деп тәкаппарлану, ол сауап болады. Немесе қызғану, ол жақсы сипат. Бірақ ол қызғануды кім қалай қолданады? Қызғануды біреудің жетістігін, біреудің абыройын, дүниесін көре алмастан қызғану, ол күнә болады. Бірақ дәл осы қызғану деген сипатты тілімізді қызғану, жерімізді қызғану, қаракөз қарындастарымызды, қыздарымызды, әпке қарындастарымызды өзге ұлттардың жаман пиғылынан қызғану, ол сауап болады. Және осы мінездің ішінде айта берсе өте көп басқыштары бар. Оның ішінде ыждағаттылық бар, табандылық бар, талпыну деген мәселе бар, әрекетшілдік мәселе бар. Соның бәрінің басында шынайы деген мәселеден басталады. Яғни шынайы түрде осы басқыштарын орындаған кезде ғана Әлихан атамыздың айтып тұрған ұлтқа қызмет еткен болып, иншалла, болмасақ та болуға тырыссақ, Абай атамыздың тілімен айтқанындай, Құдай қаласа сәттілік Алладан болады екен. Алла субхана ва тағала шынайы келбетімізбен, құлшылығымызда, өмірімізде, кәсібімізде, отбасымызда шынайы табандылықпен жүруіміз нәсіп етсін. Және ақыретте де осы шынайылық амалымыздың сауабын көруді баршамызға нәсіп етсін. Субханака астағфирука ва атубу илейк.